Бір кезде Нұрсұлтанның түнгі шамдары аспанға шашылған мың ұсақ жұлдыздай жарқыраған шақта Жанерке көзін ашты. Дене салқын, жүрек бос сезімде, бірақ аңсаған өмірге қайта оралғандай еді. Өлімнің тынысы әлі бойында бар, бірақ ол сол күнге қайта келгенін түсінді. Әрбір көше қиылысы, Әуезов көшесінің жартылай шырақтары, тіпті Алматының Қабанбай Батыр даңғылы бойындағы шұңқырлар, бәрі бұрынғыдай, бірақ енді Жанерке әр қадамын ойлап басатын. Сол күнде ашуды жоюға, кетке берілмей, ақылмен жүруге бел буды. Ақтөбенің шеткі бақшаларындағы жасырын жолдар секілді, ол қыздың сеніміне кіру үшін нәзік қадамдар жасады. Қыздың әр сөзіне мұқият мән беріп, әр күлкісінің астарын оқып, оны қоршаған адамдардың көңіл күйін біртіндеп өзінің пайдасына бұруға кірісті. Шымкенттің тыныш базарларында, көшенің сызылған шаң жолдарында жүріп, ол қыздың жақын достарын түрлі жағдайларға қалдырып, біртіндеп оларды қызға қарсы қоюды бастады. Көрші үйлердің терезесіндегі жарық оның ішкі ойларын көрсеткендей, әр әрекеті дәл есептелген еді. Түнгі Қостанайдың кең көшелерінде де оның ойлары тыныштықта қалмады, әр адам жүрегінде сыңар үн қалдыру керек еді. Қыз ештеңе сезбеді. Оның көзіндегі сенім Жанеркеге кек алу үшін емес, тек өмірдің нәзік ойындарының құрбаны болатынын дәлелдейтін басты құралға айналды. Ақыры кешке қарай Қызылордадағы ескі үйлердің қақпаларының бірінде қыз жалғыз қалды. Оның артында қалған достар мен сенім артқан адамдар түгел өзіне қарсы шыққандай көрінді. Жанерке соңында өз кегін алғанымен Алматының таулары секілді биік сезімдердің ішкі бетінде жаңа бір өзгерісті сезді. Өлім мен қайта оралу тек кекті ғана емес, адамды өзгертетін құдірет екенін түсінді. Қарағандының ауыр аспаны, Павлодардың суы сияқты, ішкі тыныштықта баяу қайтқандай, бірақ енді ештеңе бұрынғыдай болмайтын болды. Күннің алғашқы сәулесі Шымкенттің шағын үйлерінің шатырына сырғып түсіп, көше бойындағы шаң мен жасырын гүлдерге алтын түстес сәуле төкті. Жанерке қайта оралған күнін тыныштықпен бастады. Бірақ жүрегінде бұрынғыдан да терең, мұқият есептелген жоспар жатты. Ол ашу мен кектен тайып, енді әр қадамы нәзік интригалардың, жасырын ойындардың бір бөлшегі болуға тиіс еді. Алматының кең даңғылдарынан өтіп бара жатқанда, Жанерке әрбір адамның жүрісін, әрбір көзқарасын бақылап жүрді. Қыздың жанындағылардың күлкісі мен сөзін, қимылын түсіне отырып, ол біртіндеп сенімнің торын салып, адамдарды бір-біріне қарсы қоюды бастады. Маңғыстау түбегіндегі тыныш жағалаулар сияқты әр әрекеті баяу, бірақ сонымен бірге тосын әрі алдын ала ойластырылған еді. Ақтөбенің ескі үйлерінің ауласында жүргенде Жанерке қыздың ең жақын досына өзін ашық білдіріп, біртіндеп оның сенімін жаулап алды. Досының сенімі қызға қарсы қолданатын құралға айналды. Сол күні Қызылордадағы базарлар мен көшелерде де ол қыздың айналасындағыларды бір-біріне қарсы қаратуды жалғастырды. Әр қадам сайын оларды шатастырып, қателік жасауға мәжбүрледі. Жанерке Павлодардың тыныш өзен бойындағы шағын көпірлерге ұқсас, адамдардың арасындағы сенім мен реніштің нәзік тепе-теңдігін сезіп отырды. Ол қыздың әр сөзіне, әр күлкісіне мән беріп, оны алдау немесе ашуға жетелеу емес, тек қана жағдай жасау арқылы өз жоспарын іске асыруға тырысты. Әр әрекетінде метафоралық қадамдар бар еді. Алматының таулары, Тосқауыл, Атыраудың желі, сәттілік, Қарағандының аспаны, мұң, бірақ бәрі бір мақсатқа бағытталған. Күннің аяғында қыз біртіндеп жалғыз қалды. Оның артында қалған адамдардың барлығы жасырын түрде қарсы шыққандай көрінді. Достарының сенімін жоғалтуы, қыздың өзіне деген сенімін жоғалтуымен қатар жүрді. Сол сәтте Жанерке түсінді, ол кек алуды аяқтағанымен өз өмірі де өзгерген. Бұрынғы сенімсіздігі мен ашуын өзгерте алмайтынын сезді. Өзі жасаған интригалар, сенімнің нәзік торы тек қана қызды емес, өзінде өзгертті. Түнгі Нұрсұлтан мен Алматының шамдары бірдей жанып, қала аспанына алтын мен қызыл түсті сәуле төкті. Жанерке ішкі тыныштығын іздеді, бірақ әрбір қадамы, әрбір әрекеті оның өзгергенін айқындап тұрды. Өмірдің ойындары мен адамдардың сезімін басқару мүмкін болғанымен, ішкі өзгерісті ешкім сақтап қала алмайтын еді. Шымкенттің желі, Қызылордадағы көшелер, Ақтөбенің ескі үйлері бәрі кек пен сенімнің нәзік гармониясына куә болды. Сол түні Жанерке түсінді, кек өткінші, бірақ өзгеріс мәңгілік. Ал қыз енді жалғыз қалған, өзінің жасаған опасыздығының құрбанына айналды.
Сенімнің торы сынғанымен адамдардың жүрегінде жасырын із қалды. Жанерке әр қала арқылы өткен сайын өз өзгерісін, кек алу мен ішкі сезімнің шындығын терең түсінді. Таңертеңгі Алматының тауларына күннің алғашқы сары сәулесі сырғып түсіп, көше бойындағы жасырын саябақтарды алтынмен бояп шыққандай еді. Жанерке қала көшелерін аралап, қыздың артында қалдырған сенім мен интригаларды ойлады. Бірақ ол енді ашуға берілмей, әр қадамын мұқият есептеп, өзінің ойлаған жоспарын толық орындауға бел буды. Қыз күтпеген жерден Абай даңғылы бойында кездесі. Оның көзінде әлі сенім бар сияқты, бірақ біртіндеп күмән шұғыладай шағылды. Жанерке, сенің бәріңді түсінемін деп ойлаған едім, деді қыз, дауысы аздап дірілдеп. Түсіндің бе, сен? Жанерке жеңіл ғана күліп, бірақ көзіндегі тереңдігі мен мұң сезімін жасырмады. Тек қана түсіну жеткіліксіз. Сен өзіңнің әрекеттеріңнің салдарын білесің бе? Қыз бір сәт үнсіз қалды, қала шуынан бөлінгендей. Алматының биік ғимараттар мен Қабанбай Батыр даңғылының ұзын көлеңкесі олардың үстінен ұзаққа созылды. Сен мені неге осылай қоршадың? Деді қыз, көзінде қорқыныш пен өкініш араласқан сезім бар. Себебі сен мені бұрын түсінбедің, сенің сенімің мені қуатты қылды. Жанерке қадамдарын баяу жасап, қызға жақындады. Ал енді сен жалғысың. Сенің таңдаған жолың өзіңе қарсы шыққандардың құрсауы. Кездесу орындарының әрқайсысы Шымкенттің тыныш көшелері, Қызылордадағы ескі базарлар олардың ойын алаңы болды. Жанерке әр әрекетін мұқият есептеп, адамдардың психологиясын, сенімділікті және күмәнді пайдаланды. Бірақ мен деп қыз үзіліп қалды, сезімдері бір-біріне қарама қарсы шыққандай. Өзіңді алдап келген жоқсың ба, өзіңді құрбан етпейсің бе? Жанерке тағы бір қадам жақындап, Қарағандының ауыр аспандағы бұлттардай салмақ түсірді. Сенің қателігің тек қана саған емес, барлық айналаңа әсер етті. Қызға өз сезімдерін жинау қиын болды. Оның сенімі біртіндеп сынғанымен әлі де жасырын үміт қалды. Мен кешір деп айтпаймын, тек түсін дегендей, деді қыз ақырын, даусы қабырғадағы үнмен ұласып. Түсіну жеткіліксіз. Жанерке оның көздеріне қарады. Өмір өзгерді, сен де өзгердің, мен де өзгердім. Ақтөбенің ескі үйлері мен Маңғыстаудың тыныш жағалаулары сияқты, бәрі бұрынғыда емес. Қала көшелерінде олардың диалогы естіліп, адамдардың назарын аударды. Қыз әр қимылын, әр сөзін ойлана отырып, енді тек өз әрекеттерінің салдарын сезе бастады. Жанерке оған қарсы тұрып, бірақ ашуланбай, тек әділдік пен интриганың нәзік сызығын көрсетті. Сен енді жалғысың, деді Жанерке соңында. Ал мен өзімді де өзгерткенімді түсіндім. Бұл кек емес, сабақ болды. Әр қала, әр қадам, әр адам, бәрі мені өзгертті. Қыз артқа қарап ешкімнің қалмағанын көрді. Оның айналасында тек қала мен өз сезімдері, өз әрекеттерінің нәтижесі ғана қалды. Шымкенттің желі терезелерден сырғып өтетін, Қызылордадағы базардың шулы әуені жоғалып бара жатқандай, барлық сенім мен интрига аяқталып, тек жалғыздық пен ішкі түсіну қалды. Жанерке Алматының биік ғимараттарына қарап, терең демалды. Сол күні ғана ол түсінді, кек алғанымен өзіне де өзгеріс келген. Өмірдің нәзік ойындары мен адамдардың сезімін басқару мүмкін, бірақ ішкі өзгерісті ешкім сақтап қала алмайды. Ақтөбе, Қызылорда, Шымкент, Павлодар әр қалада оның қадамы мен жоспарлары із қалдырды. Күннің соңында қала аспаны қызыл және алтын түстерге боялып, Нұр-Сұлтанның түнгі шамдары біртіндеп жанды. Жанерке қыздан алыстап тыныштыққа кетіп бара жатқанда, ішкі даусында тек бір нәрсе қалды. Өмірдің өзі кек те, сенім де. Ал қыз енді жалғыз қалған, өз жасаған әрекеттерінің салдарымен бетпе-бет келді. Түнгі Нұр-Сұлтанның шамдары жарқыраған қаланың үстінде біртіндеп сөнуге жақын еді. Жанерке үшін бұл түн бұрынғыдан өзгеше, өйткені енді ол кек алу жолын толық аяқтағанын сезді. Қыздың жалғыз қалғанын көріп, ішкі тыныштыққа ұмтылды, бірақ жүрегінде ауыр сезім бар еді. Бұл жеңіс емес, сабақ еді. Жанерке қала көшелерінен өтіп, әрбір қадамын есте сақтап жүрді.
Алматының биік ғимараттары, Шымкенттің тыныш көшелері, Ақтөбенің ескі үйлері, Қызылорда базарлары мойындандың. Әр қала әр сезімді, әр әрекеттің салдарын көрсеткендей еді. Сенің бәріңді жоспарлап қойғаныңды білмеппін. Қыздың дауысы артынан естілді, қараңғыда шырақ жарығымен жарқырап. Мен тек өмірдің сынын көрсеттім. Жанерке мұңайып, артқа қарамай, тек алға қарады. Сен өз сеніміңмен өзіңді қырып, өз жасаған ісіңнің құрбаны болдың. Қыз жымиып көрді, бірақ көзіндегі сенім сәл ғана қалды. Ол енді бұрынғыдай емес еді. Ал сен өзгереді деп ойламадың ба? Деді қыз, үнін сәл күшейте отырып. Өзгердім, деді Жанерке баяу. Кек алу мені ғана емес, бәрін өзгертті. Сенің сеніміңді, менің әділдігімді, біздің арасымыздағы қатынасты бәрін өзгертті. Алматының тауларының арасы мен Қарағандының бұлтты аспаны арасында олардың сөздері қаланың тынысын толтырды. Көше шамдарының жарығы су бетіне түскендей, әр сөз, әр үн олардың ішкі сезімдерін көрсетуге жеткілікті еді. Мүмкін бәрі осылай болмауы керек еді, деді қыз, қаласының тыныштығын сезініп. Мен өзімді қалай сақтаймын? Өзіңді ешқашан сақтай алмайсың. Жанерке қаланың әр бұрышын, әр көшесін біртіндеп аралап, сыбырлап. Өйткені өмір әр қашан өзгеріс. Ақтөбе, Маңғыстау, Павлодар, әр қалада әр адам өзгереді. Сен де, мен де бәріміз өзгердік. Қыз бір сәт үнсіз қалды. Оның айналасындағы адамдардың бәрі өз орындарын қалдырғандай, тек қала мен түннің дыбыстары ғана естілді. Шымкенттің желі терезелерден сырғып өтсе, Қызылорда базарының ескі дауыстары баяу жоғалып барады. Жанерке оның жанында тұрды, бірақ ештеңе өзгерткісі келмеді. Бұл тағдырдың өзі шешкен соңғы ойын еді. Жанерке мен деп қыз әлі үміт іздеді. Үміт. Жанерке аздап күліп, бірақ оның көздеріндегі мұңды жасырмады. Үміт ештеңе шешпейді. Сен жалғызсың, мен де өз жолымды таптым. Сенің сеніміңмен жасаған қателігің бұл сабақ, ал мен үшін бұл өзгеріс. Күннің соңғы сәулесі қаланың шеткі көшелеріне түсіп, Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент, Қызылорда, Ақтөбе, барлық қалалар олардың оқиғасына куә болды. Әр қадам, әр сөз, әр әрекет тағдырдың нәзік және әділ ойыны болды. Жанерке артқа қарамай, қаланың шеткі көшелерінен өтіп бара жатып, ішкі тыныштықты сезді. Ол енді кек алуды ғана емес, өмірдің өзінде түсінді. Қыз артта қалып, өз жасаған әрекеттерінің салдарымен бетпе-бет келді. Оның сенімі мен алдауынан қалған тек жалғыздық пен өкініш еді. Бәрі аяқталды, деді Жанерке ішкі даусымен, қала аспанының алтын мен қызыл түстерінде ойнап тұрғанын көріп. Бірақ бұл тек бастамасы. Өмірдің өзі сабақ, өзгеріс, сенім және кек. Әр қалада, әр адамның жүрегінде жаңа бір тарих басталады. Қыз артқа қарап жалғыз қалды. Оның сенім торы сынған, ал Жанерке өз өзгерісін түсініп, жаңа өмірге қадам басты. Ақтөбе, Қызылорда, Павлодар, Шымкент, Алматы, әр қала оның ішкі өзгерісіне куә болды. Өмірдің өзі кек те, сенім де, өзгеріс те, бірақ ең бастысы өзіңді түсіну. Түнгі қаланың жарығы сөнген кезде олар әр қайсысы өз жолмен жүріп кетті. Ал Жанерке біледі, әр қадам, әр қала, әр диалог оның өзгерісінің аясы болды. Өткеннен қалған тек сабақ, ал алда жаңа өмір, жаңа өзгеріс және жаңа сенім.